ұзақты күн бір орында отырып қызмет жасайтын адамдарға мынадай жаттығу жасаған өте пайдалы. Осыны қолымызды жайлап көтереміз. Алқанымызды осылай ашамыз. Сосын жұдырықты түйіп, былай күшеніп, қолдарымызды алға қарай барынша жайлап, бірақ күшпен итереміз. Тыныс алу еркін. Міне осылай 2-3 минуттай жасаған жақсы. Қимылдағанда бірақ осындай жылдамдықта асықпай жасау керек. Арқа бұлшықеттеріне, жауырынның бұлшықеттеріне өте жақсы әсері бар. Оны өздеріңіз жасаған уақытта байқарсыздар. Бармақтарды ішке қарай бүгіп арасында солай жасауға болады. Бірақ жұдырықты түйу керек. Алғашында жұдырық түйіледі. Сосын алға қарай итерген кезде алақандарымызды барынша ашып, бір ауыр затты итерген сияқты күшеніп итереміз. Болғаннан кейін екі алақанымызды кішкене шапалақтап, денемізді босатамыз. Болды.